30 күн даму және контент жасау челленджінен кейін мен қалай өзгердім? Мен 30 күн даму және контент жасау челленджімнен бұрын мен қандай едім? Бірінші соған тоқталайық. Өйткені менде А точкамды біліп алған соң, Б точкам қандай болғанын көресіздер. Менде А точкам қалай болды? Мен күнделікті істерімді әртүрлі мақсатта істейтін. Яғни менде бір мақсат болмады, фокус қоя алмадым. Өйткені мен жан-жақты адам болдым. Және сол жан-жақты болғаннан кейін мен әртүрлі істермен айналыстым. Бірақ бір мақсат болмаған соң менде фокус болмайды. Сол арқылы мен әр істі істей берген соң менде нәтиже болмайды. Өйткені адам қандай жағдайда шебер болады? Ол бір істің шебер болған кезде. Яғни бір іспен көп айналысаңыз, сөзде шебер боласыз. Сонда ғана сізді адамдар мойындайды. Ал сіз жан-жақты болыңыз, бірақ әрқайсысын толық емес істеңізші, сол кезде сіз жай ғана қарапайым адам болып қаласыз. Сол үшін маған бір фокус қою керек болды, мақсат қою керек болды. Мен сосын жан-жағыма қарадым, Инстаграм қарадым, сосын менде сондай дамитындардың видеолары көп шыға бастады. Сосын мен ойлана бастадым, мыналар кәдімгідей контент жасап бастап кеткен, мен неге әлі бастамаған деп ойлайтынмын. Сонда мен бастауым керек деп жүрдім, бірақ әлі бастамадым. Себебі білмеймін неге бастамағанымды, талқыландым ба. Бірақ бір күні менде бастауға себеп табылды. Ол былай болды. Мен кәдімгі қарапайым күндерінде Инстаграм қарап отырам, сол кезде бір видеоны көріп қаламын. О да тоже дамитын видео, бірақ менен бір жас кішкентай бала дамиды. Мен парақшасын қарап шықтым, көптеген видеолар түсіріпті, және мен видео түсіруден қорқып жүрсем, бұл бала бастап кеткен екен. Сосын сол күні тағы бір рилс көрем, ол мынандай рилс. Егер сен дамуды бастамасаң, бастамақ қой. Сенен кейінгілер де бастайды. Сенен кейінгілер бастайды, және сенен де осып кетеді. Егер сен дәл қазір бастамасаң, кейінгілер осып кетеді, және сен өкініп қаласың деді. Сол сөз маған өтіп кетті да, мен контент жасау және даму челленджінде бастап кеттім. Бірінші және алғашқы видеолар менде аса қатты қызық болмады. Бірақ 15-ші күн жалпы сол орталарына қарай мен өзі түсіндім, контент қалай жұмыс істейді, алгоритмдер қандай, білім ала бастадым, қалай контент жасау жайлы. Және қосымша бөлек мен бір білімге фокус қоя алдым. Яғни ол кезде мен мектеп оқып жүрген кез, бірақ 10 сынып едім, сондықтан ұбт-ға дайындық әлі басталмаған, сол үшін мен ағылшын оқып бастадым сол кездері. Және курс алып там, ол бөлек әңгіме енді. Сосын мен не істедім? Сол контент жасауды және дамуды қолға алдым. Оны білесіздер, оған арнайы уақыт бөлмесеңіздер, сіздер үлгере алмайсыздар. Ал мен ол кезде мектеп оқып жүрмін. Мен уақытты қайдан алдым? Мен ойландым, менен бір жас кіші бала, ол тоже мектепте оқиды. Ол уақыт қайдан алады деп іздендім. Сонда ол таңғы 5-те тұрады екен. Бірақ мен ойландым, мен және ол басқа жақта тұрады, и уақыт әртүрлі болады. Яғни оларды күн ерте немесе кеш шығуы мүмкін деген сияқты. Мен сосын өзім сағатыма қарадым, давай 5-те тұрайық дедім. Өйткені сәйкес келеді екен. Сосын 5-те тұрып бастадым. Алғашында қиын болмады, себебі менде ана баладан озу деген мақсат тұрды ғой. Содан кейін мен контент жасауымды бастап кеттім. Орталарына қарай өзі шаршай бастадым. Өйткені бірден өзгеру ол қиын. Яғни бірден осы видеодан кейін мотивациялық бір видео көресіз, бол содан кейін дамимын деп келесі күні 5-ке будильник қойып қоясыз, бірақ тұра алмайсыз. Немесе тұрасыз, бірақ келесі күндері мотивация өшкен соң сіз тұра алмайсыз. Сол үшін мен дисциплинаны табуға тырыстым. Себебі мотивация болды, бірақ ол өше бастады. Мен сол кезде дисциплинаны табуға тырыстым. Оны қалай табуға тырыстым? Мен ол кезде дисциплинаны қалай таптым? Мен адамдарға айттым, мен осындай контент жасап бастадым, давай мен қолдаңдар дедім. Сосын әр мектепте көргенде мен достарым мені көріп жүретін. Сонда айтатын, бүгін дамудың нешінші күні деп. Содан кейін мен осознавать ете бастадым.
олар мені көреді, күнде көреді. Мен күнде контент салмасам болды, олар маған негатив айтады, мазақтайды типа деген сияқты. Сондай бір өзім үшін қорқыныш жасап алдым. Да соның арқасында мен не істедім, контент жасадым. Және 30-шы күннен кейін мен тоқтатам ба тоқтатпаймын ба деген ой болмады менде. Мен ары қарай 31-32-ші күн деп салуыма болар еді, бірақ мен 30 күн челлендж бастадым, ол бітті. Енді ары қарай не істеймін деген сұрақ қойылды. Бірақ 1-2 күннен кейін, яғни 1-2 күн демалдым. Сосын контент жасауды қайтадан қолға алдым, 31-ші күн, 32-ші деп. Содан кейін бір 39-ға ма или 36 ма есімде жоқ, күнге келгенде мен уже түсіндім, что-то не то, менің контентім күнде қайталанып жатыр, что-то басқа форматқа ұқсам ба деген сияқты ойлар келді. Сосын ары қарай уже басқа тема болып кетті, яғни ұбт курс басталды, там ұбт-ға дайындалуға фокус керек болды, ол үшін контент жасауды уақытша тоқтату керек болды. Ол 1 жыл бұрын болған, яғни 30 күн даму челленджі 1 жыл бұрын болды. Мен 1 жылдан кейін қалай өзгердім? Өзімді камераға еркін сөйлей аламын деп айта аламын, біріншіден. Екіншіден, мен дисциплинаны ұстай аламын деп айта аламын. Үшіншіден, мен сол челлендж барысында алған білімім қазір менің пайдама асып жатыр. Мысалға, мен ағылшын оқыдым, менің универімде ағылшынша сабақ беретін болған соң, мен ағылшынды қазір оқып керек емес, өйткені мен оқып тастағам. Қазір жай ғана қайталап солай жүрем. Және келесі ол мен таңда ерте тұрып жаттығуларымды жасап, салауатты өмір салтын ұстағаннан кейін менде кейбір аурулар жоқ. Оны мойындау керек, өйткені бір жағынан менде тағы да бір мотивация пайда болды. Ол егер менен кейін қазір жаттығу жасамасам, кейін жасым ұлғайған сайын менде салмақ қосылады, содан кейін менде майлар пайда болады. Ал сол кезде менде бұлшық еттер болмаса, мен қалай жүрем, яғни кейбір аурулар бұл майлардың көбеюінен пайда болады. Ал мен сондай ауруға шалдықпау үшін қазір жаттығу жасауым керек қой. Егер мен қазір жасамасам, кейін де жасамаймын деген сияқты. Сол сияқты сондай пайдаға кенелген болатын. Бұны кейбір адамдарға айтам, кейбір түсінеді, кейбір түсінбейді. Бірақ сөз егесін табады демекші, бұл видеоны қарап отырсаңыз, сіз де бастай аласыз, тоқтамаңыз, главный, және басқалардың сөзіне ермеңіз. Менде челлендж барысында ешқандай негативтер болмады, бәрі жақсы көзқараспен қабылдады, бірақ ол сізде жақсы көзқарас бола алады деген нәрсе емес. Сізде мүмкін негатив болуы мүмкін. Мысалға, мен челленджден кейін, мен ұзақ үзілістен кейін, яғни ұзақ үзіліс алдым. Содан кейін мен қайта бастағанда кейбір негативтер болды, бірақ мен оған назар аудармадым, өйткені менде опыт бар. Ал сізде опыт болмауы мүмкін, сол үшін мен жай ғана тыңдаңыз. Ол жай ғана адам пікірі. Сіз істеп жатсыз, ол істемей жатыр. Айырмашылық сода. Сол үшін әрекетіңізді тоқтатпаңыз. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, коммент жазып қойыңыз, себебі бұл басқа адамдарға пайдалы болуы мүмкін, рекомендацияға шығып. Сол үшін лайк басып, коммент жазып қойыңыздар.